Қайырлы күн оқушылар, бүгін сендермен 3-ші сынып 26-шы сабақта бастайтын боламыз. Сабақтың тақырыбы екі жиынның бірігуі және қиылысуы. Бұл сабақта екі жиынның бірігуін және қиылысуын белгілеп, құрастырып бейнелейтін боламыз. Бірінші тапсырма. Біздің сыныптың оқушылары шахматпен және бимен айналысады. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ: қанша бала шахматпен айналысады? Яғни бірінші шардың ішінде тұрған балдар, осылар шахматпен айналысады. Сонда Қымбат, Арман, Дина, Болат. Яғни осы төртеуі шахматпен айналысады, 4 бала. Келесі: қанша бала бимен айналысады? Бұлар Маржан, Қанат, Жазира және Анар. Яғни оларда 4 адам. Келесі: қанша бала шахматпен де бимен де айналысады? Яғни екі шардың ортасында тұрған Сырым және Назгүл. Екі бала шахматпен де бимен де айналысады. Келесі: Болаттың шахматпен де бимен де айналысатыны рас па? Болат деген тек қана шахматпен айналысады. Рас емес, жоқ, қате. Келесі: Сырымның шахматпен де бимен де айналысатыны рас па? Сырым шахматпен де бимен де айналысатыны рас, иә деп белгілейміз. Келесі сұрақтар, сурет бойынша сұрақтар қой деп тұр. Бірінші, қанша бала бимен айналысады деп жазу. Қанша бала жүзу және теннис деп тұр ғой. Қанша бала жүзумен айналысады десек болады. Мысалы, біріншісі Әсел мен Дастан. Яғни екі бала жүзумен айналысады. Келесі сұрақ: қанша бала тенниспен айналысады десек болады. Сонда Талшын, Серік, Райхан. 3 бала тенниспен айналысады. Келесі сұрақ: қанша бала жүзумен де тенниспен де айналысады? Яғни екі шардың ортасында тұрған Алма мен Самат. Сонда екі бала деп жазуға болады. Келесі сұрақ: Алма жүзумен де тенниспен де айналыса ма деп тұр. Алма. Иә, Алма жүзумен де тенниспен де айналысады. Иә деген қоямыз. Келесі тапсырма. Біздің сыныптың кейбір оқушылары сүйікті пәні ретінде математиканы және жаратылыстануды атады. Сызбаға берілген сұрақтарға жауап бер. Сызбаға берілген сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ: неше оқушы математиканы сүйікті пәні ретінде атады деп тұр. Яғни қызыл дөңгелекпен берілгендер, бұлар математиканы сүйіп жақсы көретіндер. Яғни Жанар, Гүлшат, Айғаным, Нұрлан және Бақ. 5 оқушы. Келесі: неше оқушы жаратылыстануды сүйікті пәні ретінде атады? Яғни жаратылыстану көкпен жазылған. Диас, Нұрбек, Санжар және Ләззат. 4 оқушы. Келесі: неше оқушы математиканы да жаратылыстануды да сүйікті пәні ретінде санады? Яғни екеуінің ортасында тұрған Әлия мен Бекзат. 2 оқушы. Келесі: Санжардың математиканы да жаратылыстануды да жақсы көретіні рас па? Санжар тек қана жаратылыстануды жақсы көреді, яғни жоқ болады. Келесі сұрақ: Диастың математиканы жақсы көретіні рас па? Диас тек қана жаратылыстануды жақсы көреді, сондықтан да жоқ белгісін қоямыз. Сызба бойынша сұрақтар ойластырып, достарыңнан сұра деп тұр. Сұрақтар қою керек. Яғни Нұрбек жаратылыстануды жақсы көретіні рас па деп тұр. Нұрбек бізде тек қана жаратылыстануды жақсы көреді. Иә. Келесі: Әлия математиканы да жаратылыстануды да жақсы көретіні рас па? Әлия екеуінің ортасында тұр, яғни екі пәнді де жақсы көреді. Келесі тапсырма: суреттегі жиындардың қиылысқан бөлігіндегі элементтерді ата. Жиындардың қиылысуын атау деп тұр. 5-ке бөлінетін сандар көк шариктің ішінде тұр. 4-ке бөлінетін сандар қызыл шариктің ішінде тұр. Бізге табу керек жиындардың қиылысуына атау бер деп тұр. Яғни бұл жерде 5-ке де 4-ке де бөлінетін сандар деп айтуымызға болады. Яғни 20 мен 40 сандары болады. Келесі тапсырма: 3-ші сынып оқушылары көрмеге және музейге экскурсияға барады. Көрмеге 12 оқушы, ал музейге 18 оқушы барады. 4 оқушы көрмеге де, музейге де барады. Экскурсияға барлығы неше оқушы барады деп тұр. Яғни 4 оқушы музейге де, көрмеге барады. Бізге көрмеде 12 оқушы, ал музейге 18 деп тұр. Енді бізге табу керек барлығы неше оқушы бар деп тұр. Яғни біз 12-ден 4-ті азайта аламыз, сонда 8.
Бұл 8 оқушы экскурсияға 8 оқушы. Одан кейін музейге 18-ден 4 азайтамыз, 14 оқушы музейге. Мынау көрмеге деп жазайық, мынау музейге. Енді біз қосамыз, жалпы жаңа музейге баратын оқушылар 14, көрмеге баратын 9, ал екеуіне де баратын 4 оқушы. Сонда барлығын қосатын болсақ 26 оқушы болады. Жауап: экскурсияға барлығы болып 26 оқушы барады. Келесі тапсырма: 20-ға дейінгі екі таңбалы жұп сандардың жиынының барлық элементтерін жаз. 20-ға дейінгі екі таңбалы тақ сандардың барлық элементтерін жаз деп тұр. Яғни мына жақтағы 10-нан 20-ға дейін болған жұп сандарды жазу керек, ал екінші дөңгелекте 11-ден 13-ке дейін, яғни осы 10-нан 20-ға дейінгі болған тақ сандарды жазу керек. А нұсқасы бізге жұп сандарымыз ол 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ал тақ сандарымыз 11, 13, 15, 17 және 19 сандары. Келесі А нұсқасы: қай жиын осы жиындардың бірігуі болады? Оның элементтерін жаз деп тұр. Енді бізге жоқ, мына жерде 20-ға дейінгі екі таңбалы тақ сандардың барлық элементтерін жаз, яғни 20-ға дейінгі болған екі таңбалы сандарды жазуымыз керек. Олар 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Енді бұл жиындар қиылысама деп тұр, яғни жұп сандар мен тақ сандар қиылыспайды. Жауап: жоқ, қиылыспайды болады. Енді келесі тапсырма: Маржан дүкеннен 8 теңгеден бетперде және 7 теңгеден күнтізбе сатып алды. Ол осылардан 5 бетперде және 4 күнтізбе барлығы қанша теңге төледі деп тұр. Енді 8 теңгеден 5 бетперде, 7 теңгеден 4 күнтізбе сатып алды. Бізге табу керек барлығы қанша теңге. Енді біз алдымен 8 теңгеден 5 бетпердені көбейтіп аламыз. 8-ді көбейтеміз 5-ке, оған қосамыз 7-ні көбейтеміз 4-ке. Екеуін 8-ді 5-ке көбейтсек 40 болады. 7-ні 4-ке көбейтсек 28 болады. Жауап: 68. Барлығы 68 теңге. Барлығы 68 теңге төлейді. Келесі тапсырма: бізге берілген Санжар бумадағы бір рет қолданылатын стақандарды 345 теңгеге және 5 теңгеден 9 түтікше сатып алды. Ал Маржан 8 теңгеден 5 қасық және 250 теңгеге бір бума майлы қағаз сатып алды. Олар екеуі барлығы қанша теңге төледі деп тұр. Стақан 345 теңге және 5 теңгеден 9 түтікше Санжар сатып алды. Келесі Маржан болса 8 теңгеден 5 қасық және бума майлық сатып алды 250 теңгеге. Бізге табу керек осылардың барлығы неше теңге жұмсады деп тұр. Енді біз жеке есептеп аламыз. Мысалы, Санжардікін есептейтін болсақ, 345 теңгеге стақан, оған қосамыз 5 теңгеден 9 түтікше деп тұр. Сонда 345-ке қосамыз, 5-ті 9-қа көбейтетін болсақ 45, екеуін қосатын болсақ 390 теңге. Яғни бұл Санжардікі жалпы жұмсаған ақшасы. Енді Маржандікін есептейтін болсақ, 250 қосамыз, 8-ді көбейтеміз 5-ке. 250 тағы жазылады. 8-ді 5-ке көбейтсек 40, екеуін қосатын болсақ 290 теңге. Теңге бұл Маржанның ақшасы. Маржан. Енді бізге жалпысын табу үшін 290-ға, яғни Маржанның ақшасын Санжардың ақшасына қосамыз. Тең болады 680 теңге. Жауабы барлығы 680 теңге жұмсады. Келесі тапсырма: бұл жерде кестені пайдаланып тура теңдік және теңсіздік құрастыр деп тұр. Бірінші есептеп алайық. Бұл жерде 321-ге 129-ды қосатын болсақ 450-ге тең болады. 60-тан 90-ды алатын болсақ 70-ке тең болады. 240-тан 50-ді алатын болсақ 190-ға тең болады. 98-ге 102-ні қосатын болсақ 200-ге тең болады. Келесі 328-ден 258 алатын болсақ 70-ге тең болады. 150-ге қосатын болсақ 190, 367-ге 53-ді қосатын болсақ 420 болады.
және 900-ден 450-ді азайтатын болсақ 450 болады. Енді тура теңсіздік деп отқанымыз теңдіктің екі жағы да тең болу керек. Біз біріншісіне 321-ге қосамыз. 129 450-ге тең, яғни 450 осыған тең болады. Мынау 900-ден азайтамыз 450, яғни екеуі тең. Келесі 160-тан азайтамыз 90. Яғни мынау 70-ге тең болады, иә. Бұл жерде 70-ге тең болады. Мынау 328-ден азайтамыз 258. Ал үшіншісіне 240-тан азайтамыз 50. Жауап 190-ға тең болады, иә. Бұл жерде 190 деп отқанымыз мынау. Яғни 150-ге қосамыз 40. Енді екіншісі теңсіздік. Теңсіздік деген ол бір жағы үлкен, бір жағы кішкентай болу керек. Мысалы 98-ге қосамыз 102. Екінші жағына 328-ден азайтамыз 258. Бұл 200-ге тең болады оң жағы, ал мына жағы 70-ге тең болады. Сонда сол жағы үлкен болады. Келесі 240-тан азайтамыз 50. Оң жағына 53 қосу 367. Яғни мына жағы 420 болады, мына жағы 90 болады. Сонда оң жағы үлкен болады. Келесі 321-ге қосамыз 129. Екінші жағына 328-ден азайтамыз 258. 321-ге 329-ды қосатын болсақ 450, 328-ден 258 азайтсақ 70, яғни теңдіктің сол жағы үлкен болады. Келесі 160 азайту 90. Ал оң жағында 53 қосу 367. 53-ке 367-ні қосатын болсақ 420 үлкен. Мына жақта 70-ге тең болады. Сонда теңдіктің оң жағы үлкен. Келесі тапсырма дұрыс пікірді тап деп тұр. Бірінші, дөңгелектің ортақ бөлігінде көк немесе кішкентай кеселер орналасқан деп тұр. Яғни бұл шеңберлерге тура келмейді. Жауап дұрыс емес. Келесі А нұсқасында дөңгелектің ортақ бөлігінде көк және кішкентай кеселер орналасқан. Бұл да дұрыс келмейді. Дұрыс емес. Б нұсқасында дөңгелектің ортақ бөлігінде кішкентай көк кеселер орналасқан. Яғни дөңгелектің ортақ бөлігінде кішкентай көк кеселер орналасқан. Бұл дұрыс. Сонымен бүгінгі 3-ші сынып 26-шы сабақ аяқталды. Мен каналыма келіп қоюды ұмытпаңыздар.